Құрметті тыңдармандар, халық жазушысы Тұрсынхан Абдрахманованың «Назым Нәркес» әңгімесін тыңдар алдында қазақша каналды қолдап, лайк, подписаться етіп қоюды ұмытпаңыздар. Ойбу, бетім, енді қайттым. Масқара қылды-ау. Енді не істедім деп Назым күйіп пісті. Бірақ күйіп піскенін күйеуі Сырымға да, балаларына да білдірмей ішінен тынды. Осы күйініп зар илеген күйі қызметіне барып, түскі демалысына қайтты. Сабаққа жиналған балаларының тамағын беріп, киіндіріп, мектебіне жіберді. Сырымға асын беріп, қызметіне жөнелтсе, өзі де редакцияға жұмысына келді. Бірақ қызмет істеу қайда? Таң ертең келіп түскен бір мақаланы редакцияламақ түгілі бір жолында оқи алмады. Сол күйі алдында жатыр. Ойына сіңілсінің кішкентайынан аялаған, ештеңесін аямаған Нәркесінің қылығы келе берді. Өзінің де бар өмірі, көрген бейнеті, шеккен азабы, бар қиындығы бірінен соң бірі киноның кадрларындай тізбектеліп, көз алдына келе берді. Бұл менің ағамның үйі емес, әке-шешемнің үйі. Мен әке-шешемнің үйін бөтен кісілерге иелендіре алмаймын деп қарсып отырып алғаны есіне түсті. Ертең қылшын сүйретіп қыс келеді. Күтетін бірді-екілі малың бар. Қалай күн көресіңдер? Деген ағайынға Сабыраға көмектеседі, колхоз көмектеседі, өлмейміз деген қыздың сөзіне ағайындары да тоқтады. Сабыр деген Назымның анасы Қамардың немере інісі еді. Сонымен жеңге күйеуіне тиіп кетті. Қаршадай Назым өзіне 5 жас кіші Нәркесті жетелеп, әкесінен қалған бір сиыр брат пен қора-қопсыға ие болып, өз үйінде қалды. Бұл шақта Назым 13-те, ал Нәркес 8-де еді. Қайратты да қайсар қыз күрең күйенді Сабыр нағашысына жылқыға қостырып, қызыл сиырды алып қалып, жазда ауылдың қолынан келген жұмыстарын істеп, қыста колхоз орталығындағы орта мектепте оқып жүрді. Қанша дегенмен бүгіні бекімеген, бұғанас қатпаған кішкентай балаға бір шаңырақ ұстау отыру оңай болмады. Әйтсе де күнделікті таң ала кеуімнен тұрып, сиыр сауып, оны өріске жіберіп, от жағып, сүт пісіріп, шайнек қайнатып, үй шаруасын тындырып, сіңілсін бағып, күйбең тірлікке пісіп қатуға тура келді. Сиыры суалғанын естіген ағасы өз сиырларына қосып бағып, туған соң әкелмек болып алып кетті. Назымға сіңілсін бағумен үй шаруасын қадағалап, тамағын істеу ғана қалды. Қысқы отынға колхоз көмектесті. Қыз балаға қиын тиетін жұмыстарға кейде ауылдың әйелдері қол ұшын берсе, кейде ересек балаларын жәрдемге жұмсады. Әйтсе де, панасыз аталып, әркімнің аяп қараған көзі, мүсіркеп берген көмегі жетім қыздың көңіліне ауыр тиетін еді. Бірақ шықпасқа амал қайсы. Ауылдағылардың балалар үйіне барғандары жөн. Бұлай жүріп бір күні ғаріп болады деген сөздерінің төркінін Назым ұқпайтын, ұққандарын қабылдамайтын. Туған үйі, өз отының басы, ата-ана ұстаған дүниелер, тіпті қора-қопсыға дейін бұларға ата-анасы сияқты боп көрінетінде тұратын. Сонымен қыз сабағына барып келіп, бір уақыт мемлекеттің беретін азғана пенсиясына қосымша болсын деп, колхоздың қоймасында тұқым тазалау, бірауық жақын жердегі қой фермасында үлкендерге еріп қойға шөп шашу, қора тазалау, қи ойу, тауықтарға жем беру секілді әртүрлі жұмысын атқарып, үлкендерге көмекші болып алған аз-маз еңбек ақысына азық-түлік алып күн көріп жатты. Сөйтіп жүріп, Назым ел аузына ілінді. Анасы қамарға тартқан ақылды, зейінді қыз атанды. Анасын, әкесін жоқтап қатты бір қиналған кезі Нәркестің өзен жағасындағы сырғанақта мұзға құлап, қолын сындырып қайтқан кез еді. Іңірде үйге жылап кірген Нәркес түнімен қолым ауырды деп бебеулеп шықты. Таңертең сабақ емес класс жетекші Жібек апайына барған Назымға, сен сабағыңа бара бер, мен үйдегілердің шайын беріп боп Нәркесті дәрігерлік пунктке апарайын деді. Бірақ Назым ол күн сабаққа бармады. Себебі колхоздың дәрігерлік пунктінде фельдшер мен акушер-гинекологтан басқа жәрдем беретін ешкім жоқ еді. Нәркестің қолының ауырғаны басылмады. Соғыстан кейінгі колхоз жұмысы қашанда бір сылбыр, таңертең деген түсте дегені кеште зорға орындалатын, жоғы бітпейтін. Ауыл шаруашылығының кейінгі кездегідей машиналанбаған шақ еді. Сондықтан 3 күн бойы қыз қолын қозғай алмай қиналды. 4-ші күн дегенде Нәркесті аудандық ауруханаға апарудың сәті түсті. Нәркес қолына гипс салдырып үйге оралды да, иығы қисая түсіп жүріп, 10 шақты күннен кейін сабаққа қатынады. 1-2 айдан соң дәрігерге барып гипс талдырды. Бірақ баланың қолы көп қозғауға, бірдеңе көтеруге келмей қалды.
Басын жуу, мунчага баруу да кыйын болду. Мектепте окуу бүткөндөн кийин Назым ауданга барып дарыгерге кайта каратып еді. Хирург ийик пен токпан жиликти ұстап турган сыңыр созулган. Эчтең эмес, кийин жазылады. Операция жасауга да болот, бирок керегине деп көмүлжүдү дарыгер. Қазір басын жуа алмайды, сәл ауыр нәрсе көтере алмайды, ауырсынады, деді Назым. Оның бәрі кетеді кейін деп сендірді дәрігер. Операция жасатпаймын деп бесектеді Нәркес. Сонымен Нәркес жеңді де екі қыз колхозға қайтты. Сөйтіп жүріп Назым 10 жылдықты бітірді. Ендігі қиын түйін жоғары оқу орнына бару, институтқа түсіп оқу. Нәркесті жалғыз қалдырғысы келмейді, оқудан да қалғысы келмейді. Ары-бері толқу үстінде жүрген Назымды мектеп бітірушілер кеші мен аттестат берудің алдында мектеп директоры Маман Мұқанұлы шақырды. Алдынан өткен балалардың кімі қандайын ойлай жүретін байырғы педагог осыдан бірдеңе шығады-ау деген балалардың тағдырына бей-жай болмаушы еді. Мектепті жақсы бітірдің, Назым. Қандай жоспарың бар? Жоғары оқу орнына, институтқа баратын ойың бар ма? Ойым бар-ау, бірақ. Неге бірақ дейсің? Нендей бөгетің бар? Нәркесті жалғыз тастап кеткім келмейді. Иә, деп директор ойланып қалды. Ағай, деді Назым бір кезде. Нәркесті ала барып жатақханада бірге тұрып оқуға болмай ма осы? Оған рұқсат етпейді ғой, деді директор. Назым тосылғандай ештеңе айта алмады. Қай институтты қалап отырсың? Нәркестің мәселесін оқуға түсіп алған соң шешесің ғой. Қайда бармақ ойың бар? Университетке барсам деп едім. Қай факультетіне? Журналистикаға. Мектептің үздік оқушыларының бірі болған соң мұның оқуға түсіп кететіндей сенімді сөйлеп отырғанына директор кешіріммен қарады. Жарайды, емтиханыңа дайындала бер. Оқуға түсіп кетсең, Нәркестің жағдайын тағы да ақылдасармыз, деді директор. Назым өзіне жанашырлықпен қарайтын, қысылса көмекке келетін адамның барын сезініп, бір сәт көңілі өсіп, университетке баруға бел байлап шықты. Бұлардың мектеп бітіруіне арналған кешке 2 күн қалғанда Сырымда келді. Ол Алматыда Абай атындағы педагогикалық институттың қазақ тілі кафедрасының аспиранты болатын. Институттың тіл мен әдебиет факультетін үздік бітіріп, сонда аспирантурада қалған. Биыл 1-ші жылын арнайы пәндерде минимум тапсырып, аяқтап, азғана уақыт демалуға осы колхозда тұратын ағасының үйіне келген. Ол мектеп директорының Маман Мұқанұлының туған інісі болатын. Өткен жазда келгенде ағасы да құптаған сыңай танытып, жеңгесі қаршадай болып үлкен кісінің ісін істеп, әкесінің шаңырағын құлатпай ұстап отыр. Түбінде келістік шығады осы қыздан. Ескертіп айтып, жіп тағып қойсаңшы, өң десем өңі бар, ақыл десең ақылы бар, оң қолы өнер, өз киімін өзі тігеді, сіңілісінде бағып жақсы өсіріп келеді. Мектепті бітірген соң институтқа түспек ойы да бар, дейді. Мен білетін Назым болса, ол мақсатына да жетеді, деп жеңгесі Зиба Сырымға біраз ақыл кеңес берген. Сырым Назымды білетін, бірақ әке-шешеден жетім қалып, жүдеп жадап, колхоздың жұмысына араласып, жүзі тотығып, сымбаты айқындалмаған бала қылықты қыз, әжептәуір ержетіп қалған жігіттің назарын онша аудара қоймайтын. Былтыр Зибадан өте жақсы мінездеме естігеннен кейін көріп, жолығуға ниеттенсе де оңаша сөйлесудің реті келмеген. Көшеде кездессе, қасында сіңілісі жүреді. Үйіне бару деген тіпті ыңғайсыз. Сөйтіп жігіт қызды ұнатар-ұнатпас күйде қалаға қайтып кеткен. Түскесін ағасы әдеттегідей соғымға шақырып, біраз аунап-қунап қайт деп шақырған. Жаңа жылдың алды болғасын, мектепте жаңа жыл кеші барын естіп, Назымға жолығу мақсатында Сырым мектепке келді. Сауық кеші жүріп жатыр екен. Сол кеште Сырымға Назыммен сөйлесудің сәті түсті. Жігіт кейінірек тұрған 2-3 қызға таман келіп, Назымға бұрыннан білетін таныс-біліс кісідей бауырға тарта еркін сөйледі. Жетім өскендіктің әсері ме, жақын тартқан адамды жатырқамай өзін еркін ұстайтын ашықтық Назымда да бар екен. Кел бір айналып келейік, вальс билеуші мен, деп Сырым Назымды биге шақырды. Ыңғайсыздау көріп қысыла іркілген қызды Сырым қолынан жетелей берген кезде енді тартыншақтаудың реті болмай қалған соң ілесе берді. Екеуі ақырын вальс ырғағымен жүргенде Сырым сөз бастады. Сенмен сөйлесетін бір шаруам бар еді, Назым. Қалай, қайда сөйлессек екен? Айта беріңіз. Жоқ, бұл жерде айтатын сөз емес, кең отырып сөйлессек деп едім. Онда білмеймін, мен қазір қайтам. Нәркес жалғыз еді үйде. Қыз жалдан шығып, киіміне қарай жүргенде Сырым ере жүрді. Қыздың пальтосын кигізгенде көнеленіп, тапшыланып қалған пальтосынан қыз ұялып кетті. Бірақ амал не? Айлы ашық түн, оңтүстіктің күнді жылтылдап беріп, кешке тоңази қататын жұмсақ қысы. Шыңылтыр аяз лебі ақырын тоңазытқанмен тоңдырмайды. Уф еткен жел жоқ. Өмір, оқу, қаладағы тұрмыс жайлы сөйлеп келе жатып, бұлар қыз үйінің алдына келіп қалғандарында аңғармай қалды. Үйге кіре берісте Назым, мынау жерден байқап дегенше болған жоқ, Сырым тайғанап кетіп шалқасынан түсті. Бұл бір өте жақсы ырым болды. Жолым болады екен деп күлді Сырым.
бір жеріңіз ауырды ма? Бағана мұзын ойып тастайын деп үлгермеп едім деп Назым қысылып қалды. Оқасы жоқ, күрек болса әкелші, мен қазір-ақ ойып тастайын деді Сырым. Жоқ, ертең өзім-ақ. Назымның сөзін Сырым тыңдамады. Ауыз қорада тұрған күрек ломды алды да мұзды оя бастады. Қайтарда тағы құлап қалам ба деп қорықтыңыз ба? Мен қайтпасам ба екен деп тұрмын. Сұңғыла қыз мынау қайтеді, үйіріп әкетіп барады деп бірауық таңданғанымен ой түкпірінде көңілді қозғаған жылылықта жатты. Олар үйге кіріп шешінді де, бекер әуре болдыңыз-ау деп сөйлей жүріп, қоқыс салатын шелекпен ойылған мұзды апарып бір рет төгіп те келді. Шаруа біткен соң бұлар үйге кірді. Нәркес жатып қалған екен. Ауыз үй, төр үйлі 2 бөлме. 2 қызды жетім деп көрші-қолаң мүсіркегенімен үйлері жетімдер үйіне ұқсамайды. Бірақ тәуір тұратын үйдеуге де келмейді. Бір сыдырғы егде адамдардың жиһазы, төсек орыны, қарапайым үй бұйымдары, адам тұрмайтын бір жұтар ма, жұтаңдық па танытпайды. Қоңыр ғана күйкі бар бір таза жылы ұя. Назым шай қоймақ болып қазандық жаққа барған еді, Сырым оны сезді де, Назген әуре болма, мен қазір қайтам, кел отыр, одан да әңгімелесейік деді. Қыз елең ете қалды. Жігіттің Назген деген аса бір жақындық сездіріп, жанын ұйтқан сонша жылап жіберді. Ой, Назым, жаным, мұның не? Көңілің неге бұзылды? Ағам десіме түсірдіңіз, ол кісі кеткелі мені ешкім Назген демейтін. Дейтін шығар, өзің байқамайтын шығарсың. Жоқ, ондай сөзді қалай байқамайын? Кел, мына жерге отыршы. Назым ірі-ірі қызыл гүлі бар жасыл диванның шетіне отырды. Ағаңды сағынғансың ғой. Мен саған әрі аға, әрі жаз, әрі жолдас, әрі жар болайын деп келдім. Айтпақ сөзім осы еді. Сен қалай қарайсың? Мені ұнатасың ба, Назкенжан? Деп жігіт қызға таман жылжып отырды да арқасынан құшақтады. Қыз одан арман жылады. Жігіт олақтық істедім-ау, келдім де төтесіне қойып қалдым, ай өзімде бір деп іште кейді. Ал шынында қыз мұны ұнататын, бірақ мен сияқты жоқ-жітік жетім қызды ол қайтсын деп тіпті үміттенбейтін. Енді оның ағасындай болып жақындық таныта, еркелете сөйлегені, есіктің алдын күрегені, қамқорлық жасап, әлде бір көңіл тоңын қозғағандай жылылық танытқаны, тағдырына мойынсұнып, өзінен басқа ек сүйері, арқа тұтары жоқ деп санап, әбден қатып семіп кеткен қыздың көңілін мұздай еріткені шын еді. Назкен, қойшы жаным, әлде менің тілегім оғаш па? Сәулем, айтшы, ашық айтшы. Жігіт қыздың бетін өзіне бұрып, жүзіне тік қарап, көз жасын жұта сүйді де жауап күтті. Тәңірден жар, жолдас сұрасам, тілерім істей-ақ кісі болар еді ғой. Бірақ мен халі ауыр адаммын ғой. Сіздің болашағыңызға ауырлық әкеліп жүрсем. О не дегенің? Назкенжан, түсінбедім ғой, ашық айтшы. Әлде біреуге сөз беріп пе едің? Жоқ, ешкімнен мұндай сөз сөйлесіп көргенім жоқ. Ендеше бөгет дегенің, бар дегенің не? Нендей қаупі бар? Мені біздің үйді көріп отырсыз ғой, бар осы. Сізге жасау беріп, жасап ұзататын менде ешкім жоқ. Серік бола кететін жоғарғы білімім де жоқ. Нәркестің күллі тағдыры менің мойнымда. Ол әлі мектепті де бітірген жоқ. Сізге серік болу үшін өзімде жоғары оқу орнының бірін бітіруім керек қой. Осының бәріне уақыт керек қой. Бұл айтып отырғаның өте дұрыс, жаным. Менің де оқуымның бітуіне 2 жыл бар. Мүмкін одан да көпке созылар. Кім біледі? Бірақ оған қарап, болашақ туралы ойламауға болмайды ғой. Оның бәрін ақылдасып, келісіп өткермейміз бе? Өйтуге болады ғой, әйткенмен менің оқып бір мамандық алғым келеді. Колхоз бізге қашан көмектесер дейсіз? Оқуға да қалай барарымды, Нәркесті қалай тастап кетерімді де білмеймін. Бұл сорлы бала өзін-өзі қарай да алмайды. Ана жылы өзен жағасында мұзға құлап қолын сындырды. Содан бері қолы ештеңеге келмей қалды. Ең арысы басында жуалмайды. Сол қолы болса да бір сәрау, әр істі алдымен атқаратын оң қолы. Сырым ойланып отырып қалды. Әлден уақытта. Назкен, жаным, мұның бәрі күнделікті шеше жататын нәрсе ғой. Ең алдымен өзің не дейсің маған? Өзің мендік пе? Айналасы көк тұлдыр қызға үйленді деп біреулер сөз қылса өкініп жүрмейсіз бе? Осы күні жар таңдамай жер таңдайтын, бай қайын жұрт таңдайтын болды деседі ғой, деп қыз төмен қарап отырып. Жігіт қыздың ақылдылығын естіп жүретінді, ал мына сұңғылалығына тіпті таңданды. Мен қаладан қыз таба алмай саған келіп отырғаным жоқ. Өзіңді жанымдай жақсы көрем. Өмір өткелдерін бірге кешуге жарайтын, ер серігі болатын азамат деп сеніп келіп отырмын. Не деп шегелесең де өзің біл.
Егер сіз күтсеңіз, ең болмаса алғашқы 3 курсты бітірсем, өзің мендіксің ғой. Маған жан серігім, айырылмас жар, жолдасым деп сенесің ғой. Сенемін. Ендеше, сәулем, шықсақ биігіміз бір, құласақ орымыз бір, айырылмас, айнымас, жар, жолдаспыз. Осының растығы үшін қолыңды берші. Өзімдікі, өз назымым деп бір сүйейінші, рұқсат етші. Қыз үндемеді. Осыдан кейін мәселе уақытпен елесе жылжыды да өз жүйесімен шешіле берді. Назым оқуын алтын медальмен бітірген университеттің журналистика факультетіне түсті. Сырымның кеңесімен жоғарғы оқу министрлігіне арыз жазып, Наркесті Алматыдағы 2 санды мектеп-интернатқа орналастырды. Өзі оған демалыс сайын барып, басын кір-қоңын жуып дегендей жәрдемдесіп тұрды. Сырым оқуын жалғастырды. Сөйткен Назым 3 курсты бітіргенде Сырым аспирантурасын аяқтап, диссертациясын қорғады. Ғылыми зерттеу институтына аға ғылыми қызметкер болып орналасты. Үйлену мәселесін бұдан әрі қарай соза беруге Назымның сылтауы да бітті. Өзі де қаламады. Сөйтіп Назым оқуын бітіріп, Қазақстан коммунисі журналына қызметке жіберілгенде Нарғыз Сырым қызы дүниеге келіп еді. Бұдан кейін туған Нартай да биыл 1 классқа барады. Осының бәрі кеше ғана болғандай тізіліп, Назымның көз алдынан өтті. Сөйтіп Наркестің абыройын түсірмей аман-есен құтты орнына қондырсам деген Назымның ойы ойран топыр болды. Енді бұл мәселені Сырымға айтып, оның көмегіне сүйенбеске шарасы қалмады. Сөйтіп ол Сырымға бәрін айтты. Сырымды Мұратпен сөйлесуге жұмсады. Үйленбесе қойсын, тек үйленген болып той жасауға келсін. Сол Наркес баратын еңбек колхозының орта мектебінде бұлардың тойын өткізейік. Сырым да бұл ойды мақұл көрді. Аз уақыттан кейін жігітпен сөйлескен ол: туыстарыма университет, партия ұйымына айтпаңыздар, мен жалған фиктивный некеге келісімді берейін деп айтты, деп келді. Назым бұған жылай жүріп қуанды. Наркес мемлекеттік қыздар педагогика институтын бітіріп, Алматыға жақын жердегі еңбек колхозының орта мектебіне мұғалім болып барды. Мектеп мұғалімдеріне арналған қос қабат үйдің 1 қабатынан пәтер берді. Мұны да ұйымдастырған Назымның өзі. Мектептің директорына келіп: айналайын сіңілі, әйел жанын әйел түсінер деген өзіңе әдейі келдім. Адам болған соң болмай тұрмай ма, жас қой. Наркес тұрмысқа шығушы еді. Жуықта осы өздеріңізге мектепке келіп тойын жасап ұзатамын. Жолдасы Мәскеу университетінің аспирантурасында оқиды. Жақында каникулы бітеді. Оқуын жалғастыруға Мәскеуге жүреді. Ол жүрмей тұрып тойларын өткізіп жіберейін деп едім. Соған өзіңнен жәрдем күтіп келдім. Босаған пәтер бар деп естідім. Соны Наркеске бер. Сенің де тілеуің алдыңда ғой. Жәрдем етіп жібер деген болатын. Сонымен Наркес мектептің оқу ісін басқарушысы тұрған үлкен коттедждің 1 қабатын түгел иемденді. Осыған іле-шала қыздың тойы да өтті. Тойдың бар жабдығын Назым өзі көтерді. Той үстінде ән, күй, әзіл қалжың, оғаш ештеңе байқалмағанмен, тойдан соң қалаға қайта алмай қонып қалған жақын жуықтардың көңілінде әлде бір күдік күңкілдер де болмай қалған жоқ. Ондай күдікті тудырған қыз бен жігіттің арасындағы салқындық, екеуінің жатын бөлмеге кіріп алып шам сөндірмей, екеу екі жақта томсырайып отыруы болса, таңертең ыбыр-жыбырды таратқан жортақ күлсімнің жабылмай жүретін жеңіл ауыз еді. Сонымен не керек, Назымның өз ұжымның алдында қыз абыройы сақталсын деген бір ойы жүзеге асты. Тойдан соң Мұрат Мәскеуге оқуын жалғастыруға кеткен болды. Наркес мектепте қызметте қалды. Бірақ Назымның мойнынан ауыр жүк әлі түспеп еді. Жаңа жылдың қарсаңында Наркес босанып қалды. Қалаға жетудің мүмкіндігі болмай, колхоздың емханасында босанды. Балпанақтай ұл бала дүниеге келді. Содан бері Назым Алматы мен колхоздың арасында сабылумен болды. Дәл Наркес емханадан шығар алдында Мәскеуге сапармен кеткен Сырым: ұшып шыққалы тұрмын, машина алып шық деп телефон соқты. Жан ұшырып бәрін үлгеріп жүрген Назым аэропортқа машина алып келсе, Сырымның қасында Мұрат келе жатыр. Бұлар Мәскеу аэропортында кездесіпті. Каникулға келе жатқан Мұрат Сырымды танып келіп амандасады. Хал сұрасып сәлемдескен соң Сырым оған: шығарда үймен сөйлесіп едім, Наркес босаныпты, ұлды болыпсың, құтты болсын деп құттықтапты. Екеуі бір рейсте болып шығады да Алматыға бірге ұшады. Мұратты көрген соң Назымның ендігі жоспары да шұғыл өзгереді. Министрдің орынбасары қызметіндегі жездесі мен ғалым әпкесі жалғыз бауырына машина жіберген шығар деп бір ойлады. Бірақ машина келеді деп күтсе, бүйтіп тұра ала ма? Алаңдап асығар еді ғой деп ол ойынан қайтты. Көп болса қарсылық білдіріп қалып қояр деді де
Машина келуші ме еді деп Мұратқа қарады. Жоқ, автобус бар ғой деп күмілжіді Мұрат. Автобуспен жүресің бе со? Біздің машинада орын бар, бізбен жүр қалқам деп Мұратты әу деуге келтірмей машинаға алып келді. Машинаға отырғаннан кейін Назым шопырға қаладағы үйге емес колхозға тарт деп бұйрықты берді. Сырым әйелінің ойын сезіп келеді, ал Мұратта үн жоқ. Үндеуге бата алмады ма, әлде өмірге келген өз нәсілін көргісі келді ме екен, ол жағы беймәлім. Нәркесті перзентханадан алу керек болды. Киім-кешегін, баланың жабдығын алып келем деп уәде етіп кетіп ем. Кешігуге болмайды ғой, Нәркестің үйіне үстел жабдығын да жасап кетіп едім. Сонда барғанымыз жөн ғой деп қойды. Үйге келген соң Назым, келем деген уақытым өтіп барады. Нәркесті алып келіп үстелге бір жолата асықпай отырайық та деп Сырымға қарады. Көзінде қарсы болмашы деген жалыныш тұр. Сырым бәрін де түсіндім дегендей, оның да дұрыс Наз екен деп келісе кетті. Сонымен бұлар қол жүктерін қоя салып перзентханаға тартты. Нәркесті перзентханадан шығарып үйіне алып келді. Сөйтіп күллі колхозға Нәркесті күйеуі келіп емханадан шығарып алды деген жақсы хабар жайылды да кетті. Ертеңінде баланың қамы үшін деп колхоздағы үйін жауып Нәркесті қалаға Назымның үйіне алып келді. Тәңірі оң қабағымен қарап, Назымның тілегі қабыл болып, Нәркестің абыройы екінші мәрте ашылмай аман қалды. Алла абыройын берейін десе, бәрі де орнына келе береді екен ғой. Назымның көршілерінің де алдында өз намысы сақталып, Нәркестің абыройы да өсек аяңға ұрынбай аман қалуының өз-өзінен сәті түсті. Жаннұрды қырқынан шығарып, көрші қолаңға дастархан жайып, ырым-жырымын жасап өткергенді. Нәркес әзірше қызметке шыға қоймады. Күн сенбі күн болатын. Үй шаруасынан әсте қолы босамай жүретін Назым Нәркестің нәрестесі Жаннұрды бесік арбамен аулаға шығарып қойып, кір жайып жүрген. Ойда жоқта ауламен өтіп, бұлармен қатар үйге қарай бара жатқан Мұратты көріп қалды да сәлемдесіп тоқтатты. Сәл сөйлесіп болған соң, мен үйден қалған кірді алып шыға қояйын, Жаннұрдың қасында сәл ғана тұра тұршы деп жүгіріп үйіне кіріп кетті. Мұрат баланың қасында қалды. Аздан соң Жаннұр жылай бастады. Мұрат бесік арбаны қозғап, баланы біраз тербетті. Оған уана қоймаған баланы енді бесік арбасымен аулада ары-бері қыдыртып жүре бастады. Көз алдынан өте берді. Біраз уақыт өткізіп барып шыққан Назым екінші қабатқа Жаннұрды арбасымен көтеріп шығарып беруді сұрады. Мұрат үндемей мұны да орындады. Осыдан соң Назымның көршілерінің арасында Нәркестің күйеуін көрдің бе? Әдемі-ақ келіп баласын аулаға шығарып қыдыртып жүрді. Бір иығы сөмпиіп қисайып алып, қарай көр өзін, әп-әдемі ертең ғалым болайын деп